Статистика нақты және сенімді ақпарат. Барлық адамдар, ұйымдар, тіпті мемлекеттер маңызды шешімдер қабылдауда жүйеленген ақпаратқа сүйенеді. Алайда, кез келген статистикалық ақпараттың арасында нәтижені тұтастай өзгерте алатын кедергілер бар. Мысалы, сізге кәрі әжеңізді емдету үшін 2 аурухананың біреуін таңдау керек дейік. Осы ауруханалардың соңғы 1000 емдеушілерінен А ауруханасында 900 адам, ал Б ауруханасында 800 адам тірі қалды. А ауруханасы ұтымды таңдау болып көрінеді. Бірақ шешім қабылдамастан бұрын ауруханаға келген адамның денсаулық жағдайы әртүрлі екенін есте сақтаңыз. Егер 2 ауруханаға келген соңғы 1000 адамның денсаулық жағдайын жақсы және нашар деп бөлсек, мүлдем басқа көрініс пайда болады. А ауруханасына 100 адам нашар денсаулық жағдайында келіп, олардың 30-ы ғана аман қалды. Ал В ауруханасына нашар жағдаймен келген 400 адамның ішінен 210-ы аман қалды. Осыдан денсаулығы нашар науқастарға Б ауруханасына жолығуы жөн. Себебі оның аман-есен қалу коэффициенті 52,5%. Ал егер 2 ауруханаға түсу кезінде сіздің туысыңыздың денсаулығы қалыпты болсашы, бұнда да Б ауруханасы дұрыс таңдау болмақшы. Себебі бұл жағдайда аман-есен қалу коэффициенті 98%. Бірақ неліктен А ауруханасының жиынтық тірі қалу көрсеткіші жоғары, ал Б ауруханасында бұл көрсеткіш 2 топтың арасында да жоғары? Біз тап болған сәйкессіздік Симпсонның парадоксы деп аталады, және оның мәліметті топтастыру түріне байланысты ақпарат жиынтығында кері үрдісті көрсету мүмкіндігі бар. Ол ақпарат жиынтығында шартты немесе жасырын айнымалы бар жағдайда пайда болады. Бұл айнымалы нәтижеге елеулі әсер ететін жасырын қосымша фактор. Біздің мысалдағы жасырын фактор денсаулығы нашар немесе жақсы жағдайда келген пациенттердің үлесі. Симпсон парадоксы жай ғана гипотезалық сценарий емес, ол біздің өмірде тіпті маңызы зор шешім қабылдауда кездеседі. Британдықтардың зерттеуіне сәйкес, соңғы 20 жылда темекі шекпейтіндерге қарағанда темекі шегетін адамдардың өмір сүру ұзақтығы жоғары үлесті көрсетті. Бірақ қатысушыларды жасына қарай топтастыру кезінде темекі шекпейтіндер орташа есеппен айтарлықтай кәрі болғаны анықталды. Яғни, сыналатын мерзім кезінде олар жоғары қайтыс болу ықтималдығына ие болды. Бұл жағдайда жасырын айнымалы қатысушылардың жасы, ол нақты ақпарат алу үшін өте маңызды. Келесі мысалда Флоридадағы өлім жазасы жағдайларын талдайық. Бұл жерде адам өлтіргені үшін айыпталған тері түсі қара және ақ адамдарға үкім шығару кезінде нәсілдік теңсіздікті анықтаған жоқ. Алайда зардап шеккен адамның нәсілі бойынша сот істерін бөлуде айырмашылық болған. Екі жағдай арасында қара нәсілді айыпталушыларға өлім жазасы жиі шығарылған. Ал ақ нәсілді айыпталушыларға өлім жазасын шығару зардап шеккен адамның тері түсіне байланысты. Ақ нәсілді адамның ақ нәсілді кісіні өлтірген жағдайда өлім жазасына кесілу ықтималдығы ақ нәсілдінің қара нәсілді өлтірген жағдайға қарағанда жоғары. Сонда парадоксы бар нәтижелерден қалайша аулақ бола аламыз? Өкінішке орай нақты жауап жоқ. Ақпаратты жіктеуде сан түрлі тәсілдер қолдану мүмкіндігі бар, және бір жағдайда жиынтық көрсеткіш нақты бейнені көрсетсе, екінші жағдайда ақпаратты кездейсоқ топтарға бөлу жөн болады. Біздің қолымыздан келетіні статистикалық мәліметтер қолданылған ақпаратты тиянақты талдап, жасырын айнымалын анықтау. Әйтпесе біз басқаларды манипуляциялау үшін статистиканы өз мүддесіне қолданушылардың алдында қорғансызбыз.